Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, эфирде Ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы тізгіндемен Дәулет Сейітбеков. Өткен күннің өзекті ақпараттарын Ақшам телеарнасының тілшілері өздеріңізге ұсынбай қалдымен андатпаға зер салайық. Кеншілер мен байытушылардың кәсіби мерекесінің 7-ші күнін Сәтпаевтықтар мен қала қонақтары кең көлемде атап өтті. Свято-Никольск православ шіркеуінде өндірісте қаза тапқан кеншілерді еске алу рәсімі өтті. Кеншілер мен байытушылар күнін мерекелеу апталығы танымал өнер жұлдыздарының қатысуымен өткен гала концертпен қорытындыланды. Сәтпаевтықтар мен қала қонақтары кеншілер мен байытушылардың кәсіби мерекесінің 7-ші күнін атап өтті. Айтулы күнге орай Кеншілер қаласында бір қатар іс-шара ұйымдастырылды. Толығырақ әріптесін тарқатады. Кенші болу үшін күш жігер, ынта, ниет керек жігіттер. Иә, біз жерісті адамдарына қарағанда күннің, ауаның қадірін жақсы түсінеміз. Мәні дейсенші, жұмыстан оңайы жоқ деген осы шығар. Кеншілер мен байытушылар күнін мерекелеудің 7-ші күні еңбек ардагерлері Ұлытау облысының және Қазақмыс корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылығы, жергілікті билік өкілдері мен қала тұрғындары Кеншілер алаңына жиналды. Онда олар еңбек ерлеріне деген абырой мен даңқтың үлгісі ретінде академик Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Одан әрі Шымболат Тілдебаев атындағы Кеншілер сарайында кеншілер мен байытушылардың кәсіби мерекесіне арналған салтанатты жиын өтті. Мерекелік кештің шымылдығы Ұлытау облысының әкімі Берік Әбдіғалиұлының құттықтау сөзімен түрілді. Жезқазған, Сәтпаев, Қаражал қалалары мен Жәйлем кенті кеншілер мен байытушылар құтты мекені. Биылғы жылы облысымызда бұл мереке бір апта бойы аталып өтіп, аймақ тұрғындары ерекше көңіл сыйланып отыр. Сондықтан осы жаңа облысымыздың, Ұлытау облысының ашылуына байланысты қанша уақыттан бері пандемия ахуалынан кейін үлкен осы мереке болмай еді. Сондықтан Қазақмыс басшылығына да осылай бүкіл осы жердегі Жезқазған, Сәтпаев тұрғындарына үлкен мереке ұйымдастырғанына шын жүректен алғысымды айтамын. Баршаңызды шын жүректен тағы да құттықтаймын. Құттықтаудан кейін облыс басшысы 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі еңбек ардагері және кенші даңқы төс белгілерін табыстау рәсімін өткізді. 3-ші дәрежелі кенші даңқы төс белгісімен марапатталады. Сагирбекова Дугаев Сахановна, участковый маршрутер Восточно-Жезказганского рудника. Әйел заттар болсын, еркек заттар болсын, бәрі жаңағы шахтада жұмыс істеу оңай нәрсе емес. Осы жасымнан осы шахтаға маршрутер болып жұмысқа тұрдым. Сол жұмыстың осы бейнетіміздің зейнетін көріп жатырмыз. Алла тағала рахмет, мыңда бір басшыларымызға рахмет үлкен. Осылай дәрежемізді көтеріп, осылай бізді құттықтап жатқаныма, бала шағама, отбасыма барлықтарыңызға амандық тілеймін. Мерекелік жиын барысында кеншілер мен байытушыларды кәсіби мерекесімен Қазақмыс корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басқарма төрағасының 1-ші орынбасары Андрей Гайдин құттықтап, бірқатар жұмыскерді 3-ші дәрежелі кенші даңқы төс белгісімен және Қазақмыс корпорациясы басқарма төрағасының құрмет грамотасымен марапаттады. Ұлытау облыстық мәслихат хатшысы Бауыржан Шыңғысов та мереке себепшілеріне халық қалаулыларының атынан жылы лебізін білдірді. Ұлытау облыс мәслихаттарының депутаттарының атынан келатқан кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Бұл мерекені Сәтпаев қаласының тұрғындары, Жезқазған қаласының тұрғындары өте асыға күтеді. Себебі Жезқазған қаласы осы металлург пен байытушылардың қаласы десе, біздің Сәтпаев қаласының кеншілер қаласы дейді. Өздеріңіздің осы уақытқа дейін бүкіл үлкен Қазақстанның көркеюіне қосып үлестеріңіз өте зор. Сіздерге айтатын алғысымыз көп. Рахмет сіздерге.
мына енді ардагерлердің алдында басымыз дейміз деген қызметкерлеріне қаншама шәкірттері бар осы уақытқа дейін жұмыс жасап жатыр. Салтанатты жиын барысында бір топ өндіріс қызметкері Ұлытау облысының және басқарма төрағасының бірінші орынбасарының құрмет грамоталарымен марапатталды. Қазақмыс корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жезқазған Түстімет өндірістік бірлестігінің бас директоры Бауыржан Баймұханов тағы бірқатар азаматқа корпорация филиалы бас директорының құрмет грамотасын табыстады. Бұдан бөлек бірқатар өндіріс озаттары кәсіпқорған, Қазпрофметалл және еңбек салалық кәсіподақ ұйымдарының, Әділетті жол қоғамдық бірлестігінің, сондай-ақ Қазақмыс корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі еңбеккерлерінің жастар болашақ жастар одағының құрмет грамоталарына ие болды. Іс-шара соңында жергілікті өнерпаздар мен қазақстандық эстрада жұлдыздары кеншілер мен байытушылардың құрметіне ән арнады. Тағдырға бағындың ба, жібек мұң жамылдың ба, мен аңсабай алмай, сен мен сағындың ба, малынып жаның мұңға, Баршаларыңызды кеншілер күнімен құттықтаймыз. Құрметті ардагерлер, құрметті әкелер, аналар, келіп жеткен төл мерекелеріңіз құтты болсын. Отбасыларыңызға амандық, өмірлеріңізге береке тілеймін, жүректеріңізге тыныштық тілеймін. Алла тағала жар болсын. Барлық жақсылықтардың барлығын, ізгіліктің барлығын, игіліктің барлығын тілеймін. Іс-шараның салтанатты бөлімі аяқталғаннан кейін керемет мейрамханасында еңбек ардагерлері, құрметті қонақтар және өндіріс озаттары үшін мерекелік дастархан жайылды. Мерекелік атмосферада кеншілеріміздің жанқиярлық еңбегі мен мамандыққа деген адалдықтары үшін жылы лебіздер айтылды. Құрметті кен саласының ардагерлері мен үздіктері, қадірлі ағалар, апалар, бауырлар, баршаңызды кәсіби төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Кеншілер күні қаламыз үшін бұл асыға күтетін басты мереке болып саналады. Бұл мереке кеншілердің ғана мерекесі емес, бұл барша салтанаттардың мерекесі. Өйткені әр отбасында кем дегенде бір кеншілер жұмыс істейді. Енді өңіріміз облыс статусын алып, Ұлытау облысы болып, көптен күткен облыс статусын алып, жаңа серпілісті біз бәрімізді сезінудеміз. Жаңа ғана облыс әкімі айтып кетті, көп өзгерістер болады, көп өзгерістерді күтеміз. Қазақмыс корпорациясымен де бірге көп жобаларды іске асыратын боламыз. Сондықтан да бүгінгі мереке бәрімізге құтты болсын. Біздің ардагерлеріміз, үлкендеріміз әрқашанда аман болсын, сіздер аман болсаңыздар, бізде де бәрі жақсы болады. Тағы да мерекемен құттықтаймын. Бұл кеште кәсіпорынның дамуына баға жетпес үлес қосқан кенш ардагерлерінің еңбегі де елеусіз қалған жоқ. Кенште 40 жылдан астам уақыт жұмыс істеген Нұртаза Малғаждаров, Қозы-Көрпеш Байтоқов сынды ардагер кеншілер іс-шараны ұйымдастырушыларға ыстық ықыласымен көрсетіп жатқан құрметтер үшін алғыстарын білдірді. Корпорацияда 46 жыл істеп кеттім. Еңбегімді осы 18 жылдың сентябрь айында аяқтадым. Қазір демалыстамын. Сол бүкіл енді саналы өмірім осы корпорацияда, оның ішінде Шығыс Жезқазған руднигінде 46 жыл жұмыс істедім. Жас әскерден келгеннен кейін сол жерден жұмыскерден бастап ең ақырғы 25 жыл жердің астында істеп шықтым. 21 жыл үстінде директордың көмекшісі болып істедім. Бүгін мінекей өте қуаныштымын. Осы жерде талай-талай енді бірге істеген, бірге қызметтес болған жаңағы әріптестерімді көріп, солармен қауышып, сондай жақсы көңілде болып жатырмыз. Ендігі біздің тілейтініміз келешек жастарға
сол жақсылық тілейміз. Оның үстіне мінекей биыл өзі біз осы Жезқазған өңірі Ұлытау облысы болып, Жезқазған қаласы сол Ұлытау облысының ортасы болып белгіленіп жатыр. Оған өте қуаныштымыз. Әрине, мынау енді қазір болып жатқан өзгеріс еліміздегі. Біз көп үміттенеміз. Ата заңымызға өзгерістер еніп жатқан. Біз енді көп үміт күтеміз. Бәрі жаңарып, жаңа Қазақстан. Мынау енді келешек жастардікі, жастар аман болып, осы табысқа жетіп, елге ие болса дейміз. Елімізде тыныштық болса екен дейміз. Бәрі мынау бірлікпен өмір сүре бергісі екен дейміз. Тойларымыз құтты болсын. Барлық кеншілерге, семьяларына, отбасыларына, барлығына осы денсаулық тілеймін. Мерекелік дастархан басына жиналған тау-кен саласы өкілдерінің атын айтылған жылы лебіздер қатары аз болған жоқ. Бұл күні кеншілердің құрметіне жергілікті өнерпаздар вокалдық және хореографиялық номерлерін ұсынып, қатысушыларға мерекелік көңіл күй сыйлады. Айта кетейік, іс-шара барысында түрлі байқаулар мен ойындар өткізілді, оларға өндіріс үздіктері белсенді қатысты. Бұл күні барлық жиналғандардың көңіл күйі көтеріңкі болды, демек ұйымдастырушылардың басты мақсаты орындалды деген сөз. Алтынгүл Төлегенова, Вадим Кривов, Ақшам телеарнасы, Сәтпаев. Сәтпаев қаласында кеншілер мен байытушылар күні қарсаңында Қазақмыс корпорациясына қарасты кеніштерде қаза тапқан еңбеккерлерді еске алуға арналған іс-шара өтті. Бұл жолы еске алу рәсімі қасиетті Свято-Никольск православ шіркеуінде ұйымдастырылды. Ел үшін қажырлы еңбек етіп, шынайы бейнетпен келген нанның дәмін татып жүрген бүгінгі кеншілердің қызметі нағыз адал жұмыс. Жер бетінен бірнеше шақырымдап жер астына түсіп, өз денсаулықтары мен өмірлерін бәйге тіккен кеншілер көптеген қиындықтарды артқа қалдыра отырып, қара алтынды шынайы маңдай термен игереді. Кеншілердің кәсіби мерекесі аясында өндірісте қаза тапқандарды еске алу рәсімі бұл жолы православ шіркеуінде өткізілді. Айта кетейік, өткен аптада орталық мешітте қаза болған кеншілерді еске алып, рухтарына арнайы құран бағышталып, ас берілген болатын. Бұл үрдіс жыл сайын өткізіледі. Еске алу шарасында марқұмдардың туыстары мен жора жолдастары бой көрсетті. Шіркеуде өткізілген арнайы рәсімнен кейін жиналғандарға ақ дастархан жайылып, ас берілді. Алтынгүл Төлегенова, Вадим Кривов, Ақшам телеарнасы, Сәтпаев. Тамыз айының соңғы жексенбісі кен байлықтары мен ел ырысын еселеген кеншілер мен байытушылар қауымының кәсіби мерекесі. Сәтпаевта айтулы күн кен көлемде тойланды. Қала тұрғындары мен қонақтары үшін Қазақмыс корпорациясы бір апталық мереке ұйымдастырды. Еңбек адамдарына арналған мерекелік іс-шаралар өткен демалыс күндері гала концертпен қорытындыланды. Бүгін кеншілер мен байытушылардың кәсіби мерекесін тойлаудың соңғы 7-ші күні қазақстандық эстрада жұлдыздарының қатысуымен гала концерт өтуде. Кеншілер қаласының тұрғындары мен қонақтары үшін бұл күні үлкен сахнада Мейрамбек Беспаев. Жерлесіміз Нұржан Керменбаев. Әміре лақабатымен танылған Ернар Садирбаев. Ғазизхан Шекербеков.
қалып, жолдың бәрі өзіңе тұйықталып, мен өмірді қайтадан бастадым ғой, мәңгілікке өзіңді сүйіп қалып. Айри есімімен танымал Әйгерім Ракишева. Жанымның ең бір нәзік бөлшегісің, от сезім жүрегімде сөнбей мәңгі. Сүйдім мен бұл өмірде сендей жанды. Мархаба Сәби. Қой берсін бе, қойшы бәрі құрсын де, ең бастысы бәрісі маған болсын де, миым маған болсын де, үйім маған болсын де. Және Абдулкарим Каримов өнер көрсетті. Я живу и за тобой люблю, и как странник пустыни я без капли воды, и жрется любовь, я бегу в ваших глаз, и сейчас припадаю. Қазақстандық эстрада жұлдыздары халыққа мерекелік көңіл күй сыйлады. Ауқымды кешті танымал тележүргізуші әрі актер Тәуекел Мүслім тізгіндеді. Барша Қазақмыс корпорациясының қызметкерлерін төл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Шахтерлар күні, кеншілер күні құтты болсын. Барлықтарыңызға мықты денсаулық тілеймін, отбасыларыңызға бақыт береке тілеймін. Қызметте үлкен белестерге жете беріңіздер, Қазақмыс жасай берсін. Бақытты болыңыздар, мереке құтты болсын. Кеншілер мен байытушылар күніне орай ұйымдастырылған мерекелік концертке арнайы келген Қазақстанның танымал жұлдыздары өнердің өрісті дамуына үлес қосып жүрген күрделі де қиын кәсіп иелеріне жылы лебіздерін білдірді. Сәтбаев мен үшін орны бөлек ерекше қала. Өзімнің шығармашылық жолымды енді бастап жүрген кезде 2017 жылы әміре болып осы қалаға келгем. Дәл осы мерекеге тура 5 жыл өтіпті. 5 жылда көптеген жаңалықтар болды. 5 жылдан өте осы қалаға келіп тұрмын. Сол үшін маған өте ыстық қалалардың бірі. Кәсіби мерекеңіз құтты болсын. Өз мамандықтарыңыздың астары болыңыз. Мықты жұмыстарыңызда білеміз, оңай емес. Берекесін берсін. Отбасыларыңыз аман болсын, денсаулық, шын жүректен. Барлық Сәтбаев қаласының тұрғындарын бүгінгі кеншілер күнімен шын жүректен құттықтаймын, және де Ұлытау облысы болғандарыңыз құтты болсын. Бүкіл қазақ үшін керемет жаңалық болды. Еліміз көркейе берсін, жылдан жылға өсе берсін. Біз сол қуаныштардың бәрінде бірге тойлап жүре берейік. Кеншілер, еңбекшілер, нағыз осы жерде еңбектің адамдары тұратынын білеміз, өнер сыйлайтынын білеміз. Талай ұлылар шыққан мекен. Сондықтан шын жүрегімізбен қуанып келіп отырмыз. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер, табысты болыңыздар. Еліміз аман, осындай бейбіт заманда сіздердің мерекелеріңізді тойлатып, ән салып жүруге Алла тағала мәңгілік жазсын. Сіздерді құттықтаймын шын жүректен. Аман болыңыздар. Мерекелік кештің құпия қонағы украиндық әнші, композитор, бірнеше әндердің авторы Макс Барских болды. Сонау Украинадан келген шоу-бизнес жұлдызы жерлестеріміздің ерекше ықыласына бөленді. Ну что, вы готовы? Все, кто знает песню, попиваем громко вместе со мной. Много тебя осталось, слишком трудно молчать. Мы обещали друг другу никому не мешать. Я беру Танымал жұлдыздардың қатысуымен өткен гала-концерт мерекелік отшашумен қорытындыланды. Осылайша Ұлытау облысының тұрғындары биыл кеншілер мен байытушылар күнін ерекше есте қаларлықтай қылып атап өтті. Диана Абдықалықова, Вадим Кривов, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Қымбатты көрермен, бүгінге айтарымыз осы. Алда орай болжамы және орыс тіліндегі жаңалықтар келесі кездескенше ұлттық санамыз жаңғырып, елдігіміз жасай берсін мәңгілік. Аман, сау болыңыздар.